Сәлем достар, бүгін біз Prezi туралы айтатын боламыз. Prezi жылдан әрі түсінікті бізбен бірге керемет презентация жасап береміз. Ең бірінші проект. Проект дегеніміз ол қаншалықты маңызды нәрсе болса, оны аудиторияға жеткізу де соншалықты маңызды. Ол үшін біз көптеген программаларды қолданамыз. Оның біреусі Microsoft PowerPoint. Ол барлығына өте атақты программалардың бірі. Ол функциялары өте көп болғандықтан, оны бірінші рет жасап тұрған адамға қиындау болуы мүмкін. Келесі ол Apple Keynote, яғни ол атайтып тұрғандай, ол тек қана OS пен iOS платформаларына ғана қолжетімді. Келесі ол Google Slides, ол барлық платформаларда қолжетімді және де веб парақша ретінде де ашылы алады. Және келесі LibreOffice Impress, ол да өте атақты программалардың бірі, және де ол да барлық платформаларға қолжетімді. Келесі ол, яғни Prezi, ол барлық платформаларға тегін әрі қолжетімді. Prezi деген не? Prezi ол презентацияларды құруға арналған веб құрал. Бұл PowerPoint сияқты басқа презентациялық бағдарламаларға ұқсас, бірақ оны жақсы бағалайтын бірнеше мүмкіндіктерді ұсына алады. Соңғы жылдары бұл көптеген бизнестерде, мектептерде, мұғалімдер арасында, студенттер арасында өте танымал болды. Prezi туралы білу алғашқы Preziдің редакциясымен алға жылдардың алдында Preziдің интерфейсімен танысайық. Қазіргі заманғы ғылым мен білім техниканың даму кезеңі оқу үдерісінде технологиялық жаңа әдістерді кең көлемде қолдану қажет етеді. Осыған байланысты қазіргі білім беру жүйесінде ақпараттық коммуникациялық технология негізінде заманауи бағдарламалар пайда болуда. Яғни оның біреуі біздің бүгінгі алып отырған тақырыбымыз Prezi. Prezi дегеніміз жаңа айтып кеткенімдей, ол презентация жасауға арналған веб сервис. Оның басқа программалардың, презентация жасауға арналған программалардың ерекшеліктері, ол жеке элементтерді көңіл аудару үшін презентациялар фрагменттерін үлкейте аласыз, медианы қай жерде болсын жүктей аласыз. Интернетте, компьютерде қолдану ол өте ыңғайлы функциялардың бірі, себебі сіз өзіңізбен персоналды компьютеріңізді алып жүрмесеңіз де, кез келген жерде, интернет желісі бар жерде Prezi сайтына кіріп, өзіңіздің аккаунтыңыз арқылы сол слайдты сол жерде көрсете аласыз. Нақты уақытта керемет жобаларды дайындай аласыз. Оны қолдану. Яғни Prezi.com қызметін қолдану шарты ол 3 тарифті жоспарда қарастырылған, ол яғни Public-free. Ол тегін тариф, мұнда презентациялар онлайн жасалып, компьютерге жүктелінеді. Бұл келесі ол тариф Enjoy. Бұл тарифті жоспардың қосымша мүмкіндіктері бар, Public-free'дан қарағанда, және де ол мұғалімдер үшін тегін болып жүреді. Және Pro бұл Prezi Desktop бағдарламасының көмегімен өз компьютеріңізде презентацияларды редактілеуге көмек береді. Яғни бұл Public-free'ден қарағанда бұның сайт презентация жасауға арналған мүмкіншіліктері өте көп. Бірақ бұл ақылы түрде. Келесі құралдар. Prezi жұмыс істеу үшін қажетті конфигурациясын айта кетейін. Prezi'ді жеке компьютеріңізге жазып алсаңыз да болады. Ол үшін минималды жады көлемі 1 гигабайтта қажет етеді. Adobe Flash Player, он немесе одан да жоғары нұсқаларын дербес компьютерде орнатылған болу керек. Немесе ол орнатылғыңыз келмесе, браузерлерде Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari арқылы желілерде, браузерлерден веб сервисін қолдануға болады. Келесі Prezi'ді қолданудың тағы бір үлкен себебі, ол сіздің яғни PowerPoint сияқты басқа бағдарламаларға қарағанда сіз Prezi'ді кез келген жерде, кез келген уақытта, кез келген компьютерде қолдана аласыз. Суреттер, бейнелер, пішіндер және басқа да нәрселерді Prezi'ді қосып жұмыс істеуге болады. Немесе музыка енгізуге болады, тек ол үшін Prezi'дің кірістіру батырмасын басу керек. Бұл туралы нақтырақ айта кетсем. Кеттік. Қазір біз сіздермен бірге Prezi сайты арқылы жаңа бір презентация жасап көреміз. Ол үшін сізде Prezi.com сайтына кіріп, осындай парақша ашылады, сол жерде өтінішіне сайтқа кіре аласыздар. Сіздер жаңа аккаунт сөйлеп өтесіздер, немесе Facebook аккаунты, немесе Google аккаунты арқылы кіресіздер. Маған ыңғайлы Google аккаунт. Осылай Prezi'ға кірген кезде осындай парақшасы ашылады. Бұл жерде барлығы түсінікті, яғни мына жерде Create from template, яғни новый сайтты создать ету үшін біз шаблон таңдаймыз бірінші. Ол шаблондар бізде неше түрлі көптеген шаблондар бар, түрлі тақырыптарға. Бұл қайталап айтып кетейін, бұл Prezi сайты тек қана оқушыларға ғана арналған сайт емес, мұғалімдерге де, басқа бизнесмендерге де, маркетологтарға да өте ыңғайлы
және шаблондары неше түрлі шаблондарға ие сайт. Мысалы біз қазір бір шаблонды таңдап көрейік. Мысалы мына шаблон өте қарапайым әрі жеңіл шаблон. Бұл жерге яғни сіз презентацияның атын жазасыз, мен қарапайым нүкте жазбаймын. Бұл жерге мысалы қай тақырыпты алғыңыз келеді, соның тақырыбын жазасыз. Кеттік, осылай шаблон ашылады. Яғни біз презентация жасауда қандай мүмкіндіктерге ие боламыз. Ең бірінші, сіз шаблонды таңдағанда мүмкін оның сізге функциясы ұнайды, бірақ ар жағындағы бэкграунд яғни фонындағы сурет ұнамауы мүмкін. Ол проблема емес, себебі бұл жерде сіз тек қана сөздерін ғана ауыстыруға мүмкіндік емес, суреттерін де, бэкграунд суреттерін де ауыстыруға болады. Бұл жерде тақырыпты барлық жерде өзгерте аласыз, орнынан жылжыта аласыз. Мысалы, осындай тағы бір басқа дөңгелектер мүмкін қоса аласыз, егер қаласаңыз. Өзіңіздің креативіңізге байланысты неше түрлі өзгертуге болады. Бұл жердегі жазуларды да барлығын өзгертуге болады. Ол ешқандай проблема емес. Мысалы, біз бірінші көрейік, бұл жерде мына жерде барлығы түсініп жазылған, не жазғыңыз келеді, қандай тақырыпты қорғағыңыз келеді, соның бәрін жазып көрсетуге болады. Ол презиға тек қана жазылғаны емес, суретті де жүктей аласыз, немесе видеоны да, немесе сол сурет пен видеоны көрсететін ссылкаларды да жүктей аласыз. Бұның функциясы өте ыңғайлы, қолайлы, барлығы түсінікті, қиын, ешқандай нәрсе жоқ. Ары қарай енді презентацияны аудиторияға көрсету. Бұл арқылы ол үшін сіз осылай презент платформасын басасыз жоғары жақтағы, солай көрсетіледі. Бұл жерде сіз үлкейте аласыз, кішірейте аласыз. Мысалы, мына суретті былай жақындата аласыз. Артқа қайтып кішірейте аласыз. Тек қана суретте емес, осындай диаграммаларды да қоюға болады, диаграммаларды барлығын жақындатып алыстатуға болады. Ең бастысы бұл өте ыңғайлы, түсінікті, әрі сіз көрсетіп жатқан аудиторияны жалықтырып жібермейді, керісінше барынша қызықтырады. Бұл жаңадан шыққан сайт емес, бұрыннан келе жатқан сайттардың бірі, өте ыңғайлы, қолжетімді, ең бастысы тегін. Егер темізге пайдаланыңыздар, осыны сіздерге кеңес беремін. Өте ыңғайлы және қиын ешнәрсе өте ыңғайлы пайдалануға болады. Рахмет. Арманыңды презимен бірге жүзеге асыр. Редакторлар дайындаған президің ең жақсы презентацияларымен танысыңыз, үйреніңіз және шабыттағыңыз. Прези галереясын көптеген тақырыптар, ағымдағы оқиғалар және салалар бойынша презентациялардың мысалы өте көп. Сол арқылы сіз өзіңіздің ойлаған проектіңізді керемет деңгейде аудиторияға жеткізуге осы прези көмектеседі. Керемет презентацияға презимен бірге қол жеткізіңіз.